Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Мынау түнгі намаз деген тахаджуд деп айтып атады. Ең абзал намаз, парыздан кейінгі ең абзал намаз. Енді қысқаша келетін болсақ түнгі намазға, Пайғамбар саллаллаху хадистерінде келеді: алейкум би қиямил лейл фа иннаху даббу салихина қаблакум. Сендерге түнгі намаз дейді, түнгі намаз орындар дейді. Фа иннаху даббу салихина мин қабликум фа иннаху даббу салихина қаблакум. Бұл сендерге дейінгі салихалы адамдардың несі дейді, жолы дейді, солардың әдеті дейді. Ва құрбатун илаллахи таала, бұл Аллах тағалаға жақындау дейді. Ва манхатун анил исм, бұл күнәдан тыяды дейді түнгі намаздар. Ва такфиратун иссайят, және жаманшылықтарды, күнәларды такфир қылады дейді. Осыларды не дейді? Кафарат қылады, осылардың жойылуына себеп болады дейді. Ва матурадатун лидда анил жасад, және бұл сол сияқты түнгі намаз денедегі ауруды жұлып түседі дейді, соны жояды дейді, соны жояды дейді. Сол сияқты түнгі намаз бұл Аллах тағаланың не қалаған құлдар ғана оқи алатын намаз. Бұл таңдаулы құлдардың оқи алатын ғана намаз. Әркім бұны оқи бермейді. Шыншыл құлдары, салихалы құлдары оқиды екен. Бұл жаңағы денедегі аурудың кетуі түнгі намаздан, соның себеп ол күнәлардың кешірілуі. Сол сияқты күндіз адамның жаңағы күнә жасамаулары, бұның бәріне осы түнгі намаздың жемісі екен. Сол сияқты Аллах тағалаға жақындау. Сол сияқты түнгі намазды оқу, бұл не дедік біз? Аллах тағаланың таңдаған құлдардың оқуы және салихалы құлдардың сипатынан екен. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху бір хадисінде келгенде: инна фил джаннати ғуруфан тара зухуруха мин бутуниха тара зухуруха. Оның дейді, расында жәннатта бөлмелер бар дейді. Оның сырты дейді ішінен көрінеді дейді. Ва бутунуха мин зухуриха, оның іші сыртынан көрінеді дейді. Фақома арабию фақала лиман хия расулуллах. Және бір араб кісі тұрды да айтты дейді: ол кімдер үшін я расулулла деп. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи дейді: қала расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам лиман атабал калам, кім жақсы сөйлесе дейді. Ва таамат туам, ол тамақтандырса дейді адамдарды. Ва адамас сиям, және үнемі ораза ұстаса дейді. Осалла биллейли уан насу ниям, және адамдар түнде ұйықтап жатқанда намаз оқығандар дейді. Адамдар ұйықтап отыр, олар түнде намаз оқығандар дейді. Осылар үшін осындай жәннатта ішінен сырты көрінетін, сыртынан іші көрінетін не дейді, бөлмелер бар дейді. Бұл не? Жалпы қысқаша түнгі намаз туралы. Іздеген адам бұдан да көп аяттар және хадистер таба алады. Аллаху тағала алам. Сондықтан адам баласы осы түнгі намазды орындауға тырысу керек. Аллах тағаладан жәрдем сұрау керек, тауфиқ сұрау керек. Енді ең абзал уақыты не? Бұл түнгі намаздың 1/3 бөлігі, соңғы 1/3 бөлігі. Аллах тағала айтады: маған дұға жасаушылар бар ма? Жауап берем. Менен сұраушылар бар ма? Сұрағандарын берем дейді Аллах тағала құдси хадисте. Сол сияқты менен кешірім сұраушылар бар ма? Мен оларды кешірем дейді. Қандай да бір мәселе болса, осы түнгі 1/3 бөлігінде тұрып Аллах тағаладан сұраса, міндетті түрде жауап береді және міндетті түрде сұраған береді екен. Аллаху тағала алам. Аллах тағала бізге осы түнгі намаз оқуға жәрдем берсін. Аллаху алам.